Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Нұрлан. Бүгін біз укулеле мен көп адамдардың сұраған «Ғаламтор дос» деген әніне разбор түсіретін боламыз. Ең алдымен сіздер видео басталмас бұрын осы видеоға лайктарыңызды басып, менің арнама тіркеліп кетіңіздер. Ендеше біз видеомызға кеттік. Бізге ең алдымен екі аккорд қажет болады, ол ДМ, Си және де Ф. Бұл музыка менің тональдисіме қиындық туғызғандықтан мен өзіме каподастар қолданайын деп шештім. Сіздер бірінші ладтан бастап тарта берулеріңізге болады. Ең алдымен бізде ДМ аккорды, ол бірінші ладтың екінші струнасы, екінші ладтың үшінші және де төртінші струнасына қойылады. Екінші аккорд ол бізде Си аккорды, ол үшінші ладтың бірінші струнасына қойылады. Үшінші аккорд бізде Ф аккорды, ол бірінші ладтың екінші струнасына, екінші ладтың төртінші струнасына қойылады. Енді келесі этап бізде бой, яғни қағысы. Бізде қағысы былай болады. Достар, мінекей біз өзіміздің аккордтарымыз бен қағыстарымызды толықтай үйрендік. Енді біз текст пен өлеңді айтып көретін боламыз. Арамыз қаншама алыс болса да, өзіңді өмірде танымасам да, өзіңмен ерекше байланыс байқадым. Қайырлы таң деген хаттарыңнан айналдым. Ғаламтор досым, мүмкін болса ұшып барып құшақтар ем. Қиын сәтте жаныңда боп жұбатар ем. Жұлдыз санап таң атқанша сырласар ем. Жаныңда емеспін әттең, жаныңда емеспін әттең. Достар, міне осылайша біздің «Ғаламтор дос» әніне разборымыз аяқталды. Осы видео ұнаса және де көмегін тигізсе, сіздер осы видеоға лайктарыңызды басып, менің арнама тіркеліп кетіңіздер. Ендеше қош сау болыңыздар.